Ақмола облысы ішкі саясат басқармасының қоғамдық даму орталығы еңбек адамы жобасының кезекті түсірілімін түсірмекші. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз автобус кондукторы Фарида апай. Қайырлы күн, құрметті Фарида апай. Сізбен кездескенімізге өте қуаныштымыз. Сәті түсіп, бүгін сізге сұхбаттасуға келіп отырмыз. Біздің сұрақтарымызға жауап бере кетсеңіз. Бірнеше жыл бойы осы көлікте кондуктор қызметін атқарып жүр екенсіз. Төзімділікті талап ететін бұл жұмысқа қалай, қашан келдіңіз? 2 жыл бұрын келдім осында. Тура болады. Болып орындалыстым. Ақырын осы істеп келе жатырмын. Бұрында мұндай бұл мамандықпен істеген жоқпын, но үйрендім. Жұмысыңыз несімен ұнайды? Жұмысыңыздың жағымды, жағымсыз жақтарын айта кетсеңіз. Маған жұмысым ұнайды, кісілер көп болады. Кісімен араласуға өте жақсы көремін мен. Қандай жағымды, жағымсыз жақтар? Кей жердерде адамдар жақсы болады, түсініктер болмайды. Сосын мен оларға түсіндірем бәрін, қалай билетті компенсировать, кісілерге көмектесем, солай істеймін в основном. Жақсы, рахмет. Жұмысыңыздың басында қиындықтарды қалай жеңесіз? Төзімдікпен күліп, ойнап женем. Қиын болады, иногда шаршайсың жұмыстан келесің. Но бәрін төзімдік керек, сабырлық керек, соған бәрін айтамын осы. Жақсы, жолаушылардың мәдениеті туралы не айтасыз? Көп жастар түсінбейді. Үлкен адам келгенде не орынды белгілері келмейді, бірақ мен түсіндіріп барлығын айтам. Ертең сендер де кәртейесіңдер, ертең сіздерге де жастар орын береді, осылай деп түсіндірем жастарға. Айтам, сендердің мама-папаларында бар ғой, оларды сендер отырғызбайсыңдар, осы кісілерді сол мамаларын сияқылды деп сөйтіп айтам. Я хочу, чтобы многие пассажиры были доброжелательны, друг другу внимательны, меньше ругались. Сейчас время такое тяжелое, надо друг друга понимать.